әдетте жорыққа шығатын кезде әйелдердің арасына жеребе тастайтын болған. Жеребе кімге шығады, соны сапарға алып шығатын болған. Бұл жолы жеребе кімге шықты? Алланың хикметімен, даналығымен Айша радиаллаху анхаға шықты ғой. Айша анамыз өте жеңіл. Жаңа төрт жағынан не деп айтады? Түйенің үстіне қойып қоятын не бар ғой, бір ағаш құрылғы бар ғой, адам отырғызатын. Күймешік деп айта ма? Күйме, күйме. Сол күймеге отырғызылып, түйенің үстіне Айша анамызды сол күймемен апарады ғой, Бәну Мұсталик жорғаны. Жолда қайтып, жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи қайтып келе жатқан кезінде, жаңа әңгіме жүргеннен кейін аяқ астынан қайтып кетеді ғой енді, осындай жаңа әңгімелер болғаннан кейін. Соны Айша анамыз жолда келе жатып, сыртқа қажетін өтеуге шығады ғой, кешкі уақыт. Сөйтіп келсе, мойындағы әпкесінің несі алқасы жоқ. Әпкесінен сұрап алған ғой, тағып барып келейінші деп, қымбат алқа. Келгеннен қайтып беремін деп. Әйел адамдар сондайға не болады ғой енді. Сонымен жаңа әжетін өтеп келсе, бір кезде мойын ұстаса, мойында алқасы жоқ. Мойында алқа жоқ. Мойындағы алқаны іздейін деп, түннің іші жаңа кетсе, бұл жарықтықна келе жатқан әскер пайғамбар саллаллаху бұйрық беріп қайтадан жолға шығып кеткен екен, Мәдинаға қарай. Сонда ана күймені көтеріп қойып атқан кезде сахабалар байқамаған ғой, төрт жақтан төрт адам көтерген кезде өзі жеңіл адам Айша анамыз радиаллаху анха. Түйенің үстіне қойған кезде байқамаған, оның бар жоқ екенін, түйені өйт деп жүргізіп жіберген. Айша анамыз жоқ бірақ ішінде. Келсе жаңағы әскер жүріп кеткен ғой. Ал енді не істеймін? Біреуді жібереді шығар, Алланың елшісі деп күтіп отқан кезде ұйықтап кетеді Айша анамыз радиаллаху анха. Сол ұйықтап жатқан кезінде жаңағы сахабалардың ішінде бір риуаятта айтады, енді жақсы ұйықтайтын кісі деп айтады. Бір риуаятта мұсылмандардан қалған қылыш, анау қару-жарақтарды, түсіп қалған заттарды жинап келе жатқан сахаба деп айтады. Қалай болғанда да Сафуан ибн Муаттал деген кісі. Не жақсы ұйықтайды, не әйтеуір артқа салып қойған адам қару-жарағын. Сол келе жатқан кезде, бір кезде келе жатса, керуеннің жолымен жоралаушылардың. Айша анамыз бір өзі жатыр дейді. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп Айша анамыз орнынан атып тұрған, шошып кеткен. Былайша айтқанда адам жаңа бір қайғы түскен кезде айтылатын дұға ғой. Бұл қалай болды деген сияқты ғой, енді екеуі жеке қалып қойды мына жерде, көрдіңіз ба? Сонда ешқандай сөйлеместен түйені шөктірді де Сафуан ибн Муаттал радиаллаху анху Айша анамызды мінгізді де жүріп кетті дейді. Ана жақта керуенде не болып жатыр әскерде? Айша анамызды деп жатыр, жоқ Айша анамыз. Ал Мәдинаға жақындап қалдық. Айша анамыз жоқ әлі. Бір кезде артқа қараса Сафуан ибн Муаттал мен Айша анамыз келе жатыр ғой түйеде. Түйені жерде сүйреп жаңағы жүгеннен ұстап алып келе жатыр, Айша анамыз төбесінде келе жатыр. Бұны бірінші болып көрген кісі кім дейді? Жарықтық жаңағы мұнафықтардың басшысы Абдулла ибн Убай ибн Салул екен. Ой, жарықтық. Бәрін болып, ей Айша, Алланың елшісі, сол пайғамбармын деп жүрген кісінің әйелісің ғой. Ұялмайсың ба ойнастық істеуге деп айтты дейді ғой. Кеше біз сол жерге келіп тоқтаған болатынбыз. Осылайша мұнафықтар Мәдинаға пайғамбардың әйелі ойнастық жасапты деген, Сафуан ибн Муатталмен бірге ойнастық жасапты деген әңгімені таратып жіберді. Бұл сөз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жетті де ауыр тиді. Мәдинаға келгеннен кейін Айша анамызға бармай қойды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ал Айша анамыз ол нәрсені әңгіменің таралып жатқанын білмейді. Әлі келіп бетіне біреу айтқан жоқ, ешкім жеткізген де жоқ. Айша анамыз сапардан келгеннен кейін ауырып қалады. Сапардан келген кезде бір ай бойы ауырып жатады, пайғамбар саллаллаху алейхи бармаған дейді. Бір ай бойы. Бұл әдетте пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның несінде жоқ. Әдетте пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ісінде бұл нәрсе жоқ. Әйелінің жаңағы бір ай бойы бармай қою. Бірақ ана қаңқу сөздер, нелер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға өте қатты ауыр тиді. Сөйтіп сахабалармен сол уақыттың ішінде жаңағы кеңесті ғой, не істейміз деп. Осындай болып жатыр, не істейміз деген кезде Али радиаллаху анху айтты: "Ей Алланың елшісі, Алла тағала сені әйелден кенде еткен емес дейді. Сенің күнің Айшаға қарап тұрған жоқ қой, Алланың елшісі. Талақ қыла сал" дейді. Қараңыз, Ал Усама ибн Зайд және тағы басқа сахабалар айтты: "Я Алланың елшісі, әліптің артын бағайық та" дейді.
әліптің артын бағайық. Бұл әлі мүмкін жала шығар, әлі білмейміз ғой. Былайынша ақылға тура келмейтін нәрсе бұл. Алланың елшісінің әйелі ойнастық жасапты деген бұл ақылға тура келмейтін нәрсе деп Усама ибн Зайд тағы бір топ сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға осындай әңгіме айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ал ана мұнафықтың жағдайын не істейміз дейді. Абдулла ибн Убай ибн Сәлул бар ғой, мұнафықтың басшысы, әңгіме таратып жүрген. Соны не істейміз, оның шаруасын бітірмейміз ба деп айтты дейді. Сонда Усайд ибн Худайр радиаллаху анху, бұл Аус тайпасының басшысы, Алланың елшісі, оның шаруасын бітіру керек болатын болса, мен бітірем оны дейді. Осы әңгімесі үшін дейді. Сонда мына жақтан Хазара руынан Саад ибн Убада деген сахаба шығады. Бұл да атақты ең ұлы сахабаның біреуі. Сол тұрып айтады, Усама не айтып тұрсың сен дейді. Ол біздің рудың жігіттері ғой, Хазараждың жігіттері ғой. Сонымен ана жерде әңгіме Аус пен Хазараж болып кетеді ғой. Міне Аус дейді, міне Хазараж дейді. Бұл арабтардың баяғыдан қанында бар нәрсе де, рулық не деген. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екі жақты да тоқтатады да болды дейді. Енді әңгіме түсінікті болды. Ешқандай нәрсе істемейміз, болды, ештеңе істемейміз, барлығын тарай беріңдер дейді. Анасы адамдардың барлығы теріс айналып жатқан кезде Айша анамыздың анасы Уммуруман, қызым, ешқандай қапа да болма, қайғырма да, өйткені Айша анамыз 2 күн тоқтамай жылаған екен ше. 24 сағаттан 2 күн тоқтамай. Анасы қорқып кеткен ғой, бауыры жарылып, көп жыласа адам бауыры жарылып кетеді екен ғой. Бауыры жарылып кете ма деп Айша анамыздың қорықтым дейді да. Сөйтіп қызыма келіп, Айша анамызға келіп айтады дейді, Айша, әрбір күйеуін сүйгіш құрбыға, яғни әйел адамға осындай жала жабылған дейді. Саған да сол жала жабылып жатыр дейді. Мен сенің адал ақ екеніңді білем. Мен пайғамбарға дейді, ойнастық жасайтын залым қызды тәрбиелеп берген жоқпын дейді. Көрдіңіз ба, ананың сөзі? Бүкіл бәрі теріс айналып жатыр. Бәрі Айша анамыздан теріс айналып жатыр. Жалғыз ғана анасы қалды. Көрдіңіз ба? Адамдардың барлығы сенен теріс айналған кезде қарға баласын аппағым дейтін анаң ғана сенің жанында қалады. Сол әңгіме өрбіді. Азғантай уақыттың ішінде Аллах Тағала Нұр сүресінің 11-ші аятынан 20-ші аятына дейін 10 аятты түсірді дейді ғой. Сол аяттардың ішінде Айша анамызды ақтап алған екен. Міне демек Нұр сүресі Мәдинада осы оқиғаға байланысты не істеген екен? Түскен екен. Сол жерде Алла Тағала әрбір бос сөзді таратып дейді, ойнастық жайында. Оған 4 куә келтіре алмаған кісілерге 80 дүре соғыңдар деген аят түсірді дейді ғой. Көрдіңіз ба? Демек, шариғатта бір адамның ойнастық істегендігі жайлы әңгімені айтатын болсаң, қасында 4 куә болу керек екен. Және олар әшейін екеуінің отырғанын көрсе, ол есептемейді. Ол бір-бірімен не істеп жатқан, бір-бірінің жанасып жатқан нәрсін көру керек, ана 4-еуі бірдей. Үшеуі көрдім мен, біреу көрмедім десе де жүрмейді ол үкім, көрдіңіз ба? Осындай нәрсе бар шариғатта. Біздердің ауыздар не істей береді? Оттай береді. Ой, ана қыз андай ғой. Осылайша Хасан ибн Сәбитке, Мистах ибн Усаса радиаллаху анхуларға 80 дүреден соғылды дейді ғой. Хасан ибн Сәбит бұл өзі ерекше адам бұл. Хасан ибн Сәбит радиаллаху анху бұл исламда 60 жыл өмір сүрген, бұрын ислам келмей тұрып 60 жыл өмір сүрген, 20 жыл өмір сүрген сахаба ғой бұл. Надандықта 60 жыл өмір сүрген, шайыр. Одан кейін исламмен 60 жыл өмір сүрген бұл кісі. Сәл енді несі бар, енді қорқақтығы бар, өйткені мұсылман адам қорқақ болуы мүмкін.